Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дамды болып шығатын булочкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Шаймен ішсеңіздер де одан да керемет болады. Дәмі өте керемет, әртүрлі начинкалармен жасай берсеңіздер болады. Ең бастысы қазір қамырын қалай ашыту керек екенін, қалай илеу керек екендігін көріп алсаңыздар болды. Мен сіздерге барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен 2 есеге тестаны ұлғайтып жасайтын боламын. Жылы сүтімізге тұз, шекерімізді қосып алып, өсімдік майын немесе осындай сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы араластырғанымыздың үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып, үстіне сливочный майымызды құятын боламыз. Мен шедрелета майын қолдандым. Сосын жақсылап араластырамыз барлығын. Араластырып болған соң ұнымызды қосамыз. Осылай керегінше ұн қосасыздар. Қамырларыңыз қатты болып қалмау керек, қолға жабыспайтындай жұмсақ етіп илейсіздер. Барынша жұмсақ етіп илесеңіздер, көтеріліп шығатын болады. Сухой дрожждарымызды қосамыз. Осылай онымен бірге дрожжды қосып жіберсеңіздер, жақсы көтеріліп шығатын болады. Жұмсақ қамырымызды жақсылап илеп шығатын боламыз. Құрамына қосылатын заттардың бәрін описанияға жазып кетемін. Жасайтын кезіңізде бәрін алдыңызға дайындап алып жасасаңыздар, қамырды да тез-тез ашытасыздар. Осылай енді жылы жерге 1-2 сағатқа қоятын боламыз. Жылы жерден осылай көтеріліп, әдемі болып шығады. Осы көтеріліп, әдемі болып тұрған қамырымызды илейтін боламыз. 3 суалаға бөлемін мен, ұлғайтып істегендіктен менде 3 суала шықты. Сіздерде 1-1,5 суаладай шығады. Дәл мен берген құрам бойынша жасасаңыздар, егерде көп булочки жасағыларыңыз келсе, ұлғайтып жасай бересіздер. Осылай зуалалап аламыз. Қамырлары өте жұмсақ болады. Кішкене ұн қолдансаңыздар да болады жасап жатқанда, немесе осылай мен секілді ұнсыз да істей берсеңіздер болады. Осылай жұмсақ қамырларымызды жақсылап жайып аламыз. Бұны жайып болам дегенше сіздер майларыңызды ертіп дайындап қойыңыздар. Осындай 40 грамм, 50 граммдай май жетеді. Бұл да шедрелета майы. Барлығын жақсылап бір тексет жағып шығамыз. Тым көп жағып жіберудің де қажеті жоқ. Енді осылай дәл видеодағыдай бір-біріне беттестіріп, орап осылай бүктеп шығасыздар. Сонда қамырларыңыз одан сайын көтеріліп, арасы қатпарлы болып, сондай жұмсақ болып шығады. Осыны тағы да зуалалап, демалдырып, жайып, сосын барып булочкилерімізді жасайтын боламыз. Арасына май жақпай істесеңіздер де болады. Ал егерде май жаңадай жағып істейтін болсаңыздар, булочкилеріңіз қатпарлы болып, одан сайын 2 есеге ұлғайып пісетін болады. Мен біреуінде қолдандым, рогалик істейтін булочкемде, ал 2 тестамда қолданған жоқпын. Бірінші осылай начинкасына кунжут пен шекерді салып, орап шықтым. Өте дәмді шықты. Сіздерде осылай жасап көрсеңіздер болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты қандай начинкамен жегіңіз келеді, соны ішіне салып істей берсеңіздер болады. Осылай барлығын осылай істеп алдым. Егер начинкасын ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Осылай міне осы паклан деген қағазды қолданамын. Жақсы выпечкаларға осындай қолдансаңыздар болады. Барлығын осылай бір тексетіп кесіп аламын, бірнеше бөліктерге бөліп. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен үнемі пайдалы, дәмді тағамдармен, осындай тәттілердің рецептісімен бөлісіп отырамын. Және достарыңызға бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Міне бізде бірінші начинкасымен істелінген булочкамыз дайын. Енді оны бетін жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Сәл ісініп, көп суы керек. Біз оға дейін басқа 2-3 тесталарымызды жасайтын боламыз. Міне бұл 3-ші тестамыз. Осыны да жақсылап жайып аламыз. Мен бұған мак қолданғым келді. Макпен тағы да шекер қолдандым. Екеуін жақсылап осылай бір тексетіп сеуіп алдым да, арасына шекер салып шықтым. Осыны да жақсылап орап, дәл біріншідегідей барлығын бірнеше бөліктерге бөліп шықтым.
бізде ең алғашқы болып жайған қамырымыз. Ішіне май жағып, қайтадан зуалалап тындыруға қойып қойған едік. Соны енді жақсылап жайып алатын боламыз, үлкендеу етіп. Бұл бізде 2 есе үлкен болып піседі. Өте жақсы ісінеді. Рогалик етіп істейтін болып шештім бұны. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Міне, кесу барысында кішкене кішіреуі мүмкін. Оған көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Пісу барысында өте дәу болып ұлғайып кетеді. Дәмі өте керемет болып шығады. Мен болған начинкасына варенканы таңдадым. Варенкамен өте дәмді шығады. Сіздер не бар сонымен жасай берсеңіздер де болады. Шоколад қолдансаңыздар да болады. Осындай варенканы қолданам. Осы варенканы қолдансаңыздар болады. Пісу барысында ағып кетпейді. Кейбір варенкалар болады, өзі сұйықтау пісірген кезінде ағып кетеді шешетіне. Именно осы варенканы қолдансаңыздар, сіздерде ақпай әдемі болып шығады. Осылай барлығын орап, рогалик етіп аламыз. Қарап тұрсаңыздар, өте дәмді шығады. Қазір піскен кезінде ішін бөліп жеп көретін боламыз. Өте барлығын осылай жайғастырып аламыз. Бұны да біраз уақытқа ісінуге қойып қоям. Егер бірден пісіре берсеңіздер де болады. Егер де демалдыруға біраз уақытқа қойсаңыздар, көп пісіп, 2 есеге ұлғайып, үлкен болып піседі. Енді қазір осының барлығын пешке пісіріп бастайтын боламыз. Пешіңіздің жылдамдығына, мықтылығына қарай градусын қойып пісіре бересіздер. Ең бастысы қатты қызуға қойып пісірмеңіздер. 180-200 градус аралығында пісіріп аласыздар. Пешіңіздің пісіргеніне қарай. Алдағы уақытта менен қандай рецептілер күтесіздер, не жасай алмай жүрсіздер, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Мен барлығын көремін. Осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде балаларыңыз болса, балаларыңызға жасап беріңіздер. Үйдегілерді қуантып, осындай тәттілерді жасап тұрыңыздар. Қонақ күтеңізде өте дәмді, әдемі болып шығады. Дастарханыңыздың санын кіргізеді. Осындай әдемі булочкалерді өз қолыңыздан жасап жеңіз. Өте дәмді шығады. Міне барлығын жайғастырып жатырмыз. Барлығы пісіп қалды. Өте дәмді. Осылай жіберсеңіздер де болады. Мен бірақ үстіне сахарный пудра себетін боламын. Маған осылай сахарный пудрамен жеген ұнайды. Осылай електен өткізіп салсаңыздар, сахарный пудра 1 келкі болып салынады. Дайын болды. Ал бізге ас болсын. Достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Менің инста парақшама тіркеліп қойсаңыздар, жаңадан шығып отқан рецептлерді барлығын сол жерден көрсеңіздер болады. Сол жерде барлығын хабарлап отырамын. Міне, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Айтгүл.